Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сіздермен ОБТ-да келетін тақырыптарды қарастыратын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз пропорция түрлері. Не үшін бұл тақырыпты таңдадық? Себебі пропорция деген тақырып бұл сіздерде тек қана математикада немесе тек қана математика сауаттылықта келмейді. Пропорция сіздерде екеуінде де келеді. Яғни бұл тақырып математикада да кездесуі мүмкін, математика сауаттылықта да кездесуі мүмкін. Жалпы пропорция түрлеріне тоқталатын болсақ, біз көбінесе екі түрін қарастырамыз, иә? Бірақ негізінде пропорция түрлерін үшке бөліп қарастырған жөн. Бірінші пропорциямыз ол бізде барлығымыз білетін тура пропорция, иә? Екінші түрі пропорцияның ол кері пропорция, және осы екеуі де араласып келетін пропорцияның түрі ол бізде аралас пропорция. Бүгін осы үш пропорция түрлеріне тоқталатын боламыз. Бірінші пропорциямыздың түрі ол тура пропорция, иә? Жалпы тура пропорция дегеніміз екі шама беріледі сіздерде, соның егер біреуі артып жатса, екіншісі де артады деген сөз. Ал егер біреуі кемісе, онда екіншісі де кемиді деген сөз. Оған қандай мысал келтіруге болады? Ең қарапайым мысалды алайық. Мысалға сіздер базарға бардыңыздар, базарға барып алма алу керек болдыңыздар. 2 килограмм алма алдыңыздар, 2 килограммның алманың бағасы 500 теңге болды. Сіздерге сұрақ қояды, онда 4 килограмм алма неше теңге дейді. Біз бұның қандай пропорция екенін қалай анықтаймыз? Бірінші бізге стрелка қою керек болады. Мысалға 2 килограммнан 4 килограммға артып тұрма, кеміп тұрма? Артып тұр, демек стрелка бізде жоғарға қарайды. Яғни артса жоғарға қаратасыздар, кемісе астыға қаратасыздар. Енді логически ойлап көріңіздер. 2 килограмм алма 500 теңге тұрса, 4 килограмм алма одан қымбат тұрады ма, арзан тұрады ма? Әрине қымбат тұрады. Демек бізде ол кезде де стрелка жоғарға қарайды деген сөз. Міне көрдіңіздер ме, егер екі стрелка бірдей бағытта болса, яғни екеуі де жоғарға қараса, немесе екеуі де төменге қараса, біз оны тура пропорция деп айтады екенбіз. Тура пропорцияны біз x арқылы көбейтіп шығарамыз. Міне x қылып аламыз, екі жағында тұрған 2 мен x-ті көбейтеміз, ол бізде тең болады 4 көбейтілген 500-ге. X-ті табу үшін қасындағы 2-ге бөліп жіберу керек. Мына жағын бөлсек, онда екінші жағында 2-ге бөлеміз деген сөз. 2 мен 2 қысқарады, x-іміз тең болады. 4-ті 500-ге көбейтсек 2000, 2000-ді 2-ге бөлеміз 1000. Яғни сіздердің 4 килограмм алмаларыңыз 1000 теңге тұрады деген сөз. Осылай сіздер тура пропорция екенін анықтап алсаңыздар болады. Есеп қарастырайық. Арман компьютерде 7 минутта 315 сөз тереді дейді. 1890 сөзден тұратын мәтінді Арман қанша уақытта тереді? Біз бірінші пропорциямен жазып аламыз, иә? Беріліп тұрған бізде 7 минут, ол бізде 315 сөз дейді. Енді табу керек 1890 сөз. Біз 1890 сөзді апарып 7 минуттың артына жаза алмаймыз. Қай жақта не жаздық, соны жазамыз, иә? Демек 315 сөздің астына 1890 сөз деп жазамыз. Ол бізде белгісіз x минут. Келесі этап бізде ол стрелканы қойып алу. 315-тен 1890-ға өсіп жатыр, иә? Стрелка жоғарға қарайды. Енді қараңыздар, сіздер 315 сөзді 7 минутта тердіңіздер. Ал 1890 сөзді одан да көп уақытта тересіздер ғой. Демек, бұл кезде де бізде стрелка жоғарға қарайды деген сөз. Егер екі стрелка бір бағытта тұратын болса, онда біз оны тура пропорция деп x қылып көбейтетін едік, иә? Демек, 315 көбейтілген x-іміз тең болады 7 көбейтілген 1890-ға. X-ті табу үшін қасында тұрған санға бөліп жібереміз, яғни 315-ке. Онда екінші жағында 315-ке бөлеміз деген сөз. 315 мен 315-ті қысқартамыз, x-іміз тең болады. Мына жақтан қысқартайық. 7 мен бізде 315 қысқарады, иә? 7-ні 7-ге бөлеміз 1, 315-ті 7-ге бөлсек 45. 1890 мен 45-ті қысқартатын болса, 45-ті 45-ке бөлеміз 1, 1890-ды 45-ке бөлетін болсақ, онда бізде 42 шығар. Яғни x-іміз 42-ке тең деген сөз. Сонда 1890 сөзден тұратын мәтінді 42 минутта теріп болады екенбіз. Тура пропорция түсінікті болса, келесі пропорцияға өтек, ол бізде кері пропорция. Кері пропорция дегеніміз керісінше. Егер екі шаманың біреуі артқан кезде екіншісі не істеу керек? Кему керек. Ал егер біріншісі кемісе, онда екіншісі керісінше арту керек деген сөз. Ол қандай? Байна мысал келтірейік. Мысалға сыныпты жинау керек, иә, оқушылар. Екі оқушы жинасын, екі оқушы сыныпты 30 минутта жинайды. Енді біз айтамыз, екі оқушы емес, оларға көмектесу үшін олар 4 оқушы болсын дейміз. 4 оқушы неше минутта жинайды? Енді стрелкамызды қойып алайық. Оқушы саны 2-ден 4-ке артып тұр. Демек, стрелкамыз жоғарғы жаққа қарайды.
Енді ойлаңыздар, 2 адам 30 минутта жинаса, 4 адам одан көп уақытта жинай ма, аз уақытта жинай ма? Әрине аз уақытта жинайды. Демек, оның стрелкасы кері қарайды. Көрдіңіздер ме? 2 стрелка 2 бағытта қарап тұру керек. Сонда біріншісі артса, екіншісі кемейді, немесе біріншісі кемсе, екіншісі артады деген сөз. Ал кері пропорцияны шығару үшін қалай тұр, солай көбейтіп теңестіресіздер. Яғни 2 көбейтілген 30-ымыз тең болады 4 көбейтілген x-қа. X-ті табу үшін қасында тұрған санға бөліп жібереміз, яғни 4-ке бөлеміз. Екі жағында 4 пен 4-іміз қысқарады. X-іміз тең болады. 30 пен 2-ні көбейтсек 60, 60-ті 4-ке бөлеміз 15. Яғни 4 оқушы бізде 15 минутта жинап болады деген сөз. Бұл есепте қалай келеді екен? Қарайық, белгілі жұмысты 4 жұмысшы 90 сағатта орындайды дейді. Жазып аламыз, я? 4 жұмысшымыз бар, ол бізде 90 сағатта орындайды. Сол жұмысты 6 жұмысшы, яғни 4-тің астына жазамыз, 6 жұмысшымыз неше сағатта орындайтынын табу керек, x. Енді стрелкаларымызды қояйық. 4-тен 6-ға бізде жұмысшылар саны артып жатыр. Енді 4 адам 90 минутта істеп бітетін болса жұмысты, 6 адам одан аз уақытта істейді. Демек, ол кемейді деген сөз. Бұл бізде кері пропорция. Қалай тұр, солай көбейтесіздер. Яғни 6 көбейтілген x-іміз тең болады 4 көбейтілген 90-ға. X-ті табу үшін екі жағында 6-ға бөліп жібереміз. 6 мен 6 қысқарады. X-іміз тең болады 90 мен 6-ны қысқартсақ, 6-ны 6-ға бөлеміз 1, 90-ды 6-ға бөлеміз 15. 4 пен 15-ті көбейтеміз 60. Демек, олар 60 сағатта жұмысты орындап болады екен. Екі пропорцияны өттік, енді үшінші пропорциямыз ол бізде аралас пропорция. Аралас пропорцияны шығарудың әртүрлі жолы бар жалпы. Оны жаңа егер стрелка қойып шығаратын болсақ, ол кезде шатасып кетесіздер, қайсы көбейеді, қайсы азаяды деген сияқты. Сіздерге осы жерде күшті формуланы айтам, аралас пропорцияға байланысты. Ол бізде кішкентай n көбейтілген үлкен n көбейтілген t тең a деген формула. Осы арқылы жазып аласыздар есептерді. Бізде кіші n дегеніміз не? Ол саны, мысалға қанша адам жұмыс жасайды, немесе қанша машина жұмыс жасайды деген сияқты. Ал үлкен n бізде сыйымдылығы. Сыйымдылығы деп отырғанымыз не? Сыйымдылығы деп отырғанымыз, мысалға бір жүкті машина тасу керек болып жатыр, я? Егер машина сіздерде артындағы багажнигі болатын болса, багажникке қанша жүк сияды деп айта аламыз ғой. Міне, осы бізде сыйымдылығы, яғни қанша жүк сияды машинаға. Көбінесе осындай жағдайда келеді. Т деп отырғанымыз ол бізде уақыт. Сіздерде уақытты ойламаңыздар, тек қана сағат, минут деп, ол күн болуы да мүмкін, немесе жаңа машинаны айттық қой, неше рейс жасап келеді, бізде сол да уақытқа кетеді. Жалпы жұмысты істеуге кеткен уақыт. Ал А деп отырғанымыз бізде жұмыс. Қанша жұмыс жасалды? Міне, егер осы формуланы жатқа білетін болсаңыздар, сіздер кез келген аралас пропорцияның есебін шығара аласыздар. Қарап көрейік, қандай есеп бар екен? Міне, 10 жұмысшы 30 сағатта 5 бөлшек дайындайды. Көрдіңіздер ме? Бағана бізде тек қана 2 нәрсе берілсе, бұл жерде 3 нәрсе берілген. Жеке-жеке жазып аласыздар. Міне, 10 жұмысшы 30 сағатта 5 бөлшек дайындайды. Осыған дейін жазып алайық. Формуламыз n көбейтілген үлкен n көбейтілген t тең болады a-ға. 10 жұмысшы деп тұр. Ол бізде саны, я? 10 көбейтеміз. 30 сағат деп кеткен. Сыйымдылығы берілген ба? Жоқ, онда n-нің өзін жазып қоямыз. Көбейту уақытымыз 30 сағат. Тең болады 5 бөлшек дайындайды, ол бізде жұмыс. Біріншісін өстіп жазып аласыздар. Сосын астына екіншісін жазамыз. 15 жұмысшы 10 бөлшекті неше сағатта дайындайды дейді. 15 жұмысшы саны беріліп тұр. 15 көбейтеміз. N-іміз жоқ, T-іміз жоқ, 10 бөлшекті дейді. Демек жұмысымыз 10 бөлшек. Бізге табу керек уақытты. Өстіп жазып алдыңыздар ғой, одан кейін екенің ортасына сызық қоясыздар да, бір-біріне теңестіресіздер. Міне, сіздерде пропорция пайда болды. Мына теңдерін алып тастасаңыздар болады. Болды, осы пропорцияны шығара бересіздер. Оны қалай шығарсақ болады? N мен N қысқарып кетеді сіздерде. 15 пен 30 қысқарады. 15-ті 15-ке бөлеміз 1, 30-ды 15-ке бөлсек 2. Одан 5 пен 10-ды қысқарамыз. 5-ті 5-ке бөлеміз 1, 10-ды 5-ке бөлеміз 2. Сонда бізде не қалды? 10 мен 2-ні көбейтесіздер 20, бөлінген 1 мен Т-ні көбейтеміз. Т тең болады 2-ден 1-ге. Пропорция жасасақ болады. Т мен 1-ді көбейтеміз. Т тең болады 20 мен 2-ні көбейтеміз 40. Демек, уақытымыз бізде 40 сағатқа тең екен.
Көрдіңіздер ма, сіздер шатаспайсыздар. Бұл қандай болды, кері ма, тура ма, қай кезде стрелка қалай қарайды деп ондай нәрсе ойламайсыздар. Енді сіздермен ОБТ-да келген есептерді талқылайық. 2020 ОБТ-да, яғни былтыр жазда келген ОБТ-да математика сауаттылықта келген есеп. Егер жұмысты 15 жұмысшы 24 күнде бітірсе, онда осы жұмысты 18 жұмысшы неше күнде бітіреді? Аралас пропорция емес, демек біз кері ма, тура ма соны табуымыз керек. 15 жұмысшы бізде 24 күнде бітіреді. 18 жұмысшы дейді, онда оны 15-ің астына жазамыз, я? Ол бізде болады x. Енді қарайық, жұмысшылар саны 15-тен 18-ге артып жатыр ма, кеміп жатыр ма? Артып жатыр, я? Демек стрелка бізде жоғарға қарайды. Енді ойлайық, 15 адам 24 күнде бітіреді. 18 адам болса, ол одан азырақ бітіреді ғой, демек стрелка кері қарайды. Егер екі стрелка екі жақта қарайтын болса, онда ол бізде кері пропорция. Қалай тұр, солай көбейтеміз. Яғни 18 көбейтілген x-іміз тең болады 15 көбейтілген 24-ке. X-ті табу үшін қасындағы 18-ге бөліп жібереміз. Екі жағында. Сонда 18 бен 18-іміз қысқарады. X-іміз тең болады. 15 бен 18 қысқарда екеуде 3-ке бөлінеді. 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5, 18-ті 3-ке бөлетін болсақ 6. 6 мен 24 қысқарады. 6-ны 6-ға бөлеміз 1, 24-ті 6-ға бөлеміз 4. Сонда 5 пен 4-ті көбейтсек 20. Демек жауабымыз 20 күн екен. Міне, бұл бізде математика сауаттылықта келген есеп. Енді 2021 осы қаңтарда болған ОБТ бар. Сол кезде математикада осындай есеп келген екен. Жүкті тасымалдауға 6 рейс жасау үшін 3 тонналық 5 жүк машинасы керек болса, онда 5 рейс жасау үшін 2 тонналық неше жүк машинасы керек? Қажет жүк машинасының сандық мәнін және оның квадратын есептеңіз. Көрдіңіздер ме, бұл жерде аралас пропорция. Аралас пропорцияның формуласы қандай еді? n көбейтілген үлкен n көбейтілген t тең аға. Енді осы бойынша жазып шығайық. Жүкті тасымалдау 6 рейс жасау үшін, жаңа айттық, я? Жүкті тасымалдауға сіздерге 6 рейс барып келу керек. Демек, ол бізде уақыт деген сөз. Т-ның орнына 6-ны жазамыз. Тең деп қояйық. 3 тонналық. Ол бізде сыйымдылығы, машинаның қаншалықты жүкті тасуға қаншалықты объемы жетеді деген сөз, я? 3 тонна, 5 жүк машинасы керек, ол бізде саны. Ал жұмысымыз берілмеген, әйтеуір бір жүк, я? А деп жазып қояйық. Онда дейді 5 рейс жасау үшін, келесі уже сөйлемімізде 5 рейс дегеніміз, ол бізде уақыт, 2 тонналық, ол бізде сыйымдылығы, неше жүк машинасы керек, ол бізде n, және бұл бізде аға тең. Өсіп жазып алғаннан кейін, біз екеуінің ортасын сызып пропорция құрастырамыз. 5 пен 5 қысқарады, 2 мен 6-ны қысқартсақ болады, 1, мына жақта 3. А мен аны қысқартамыз, ол жақта 1 қалады, я, бізде. Сонда 3 пен 3-ті көбейтеміз, 9 бөлінген n-іміз тең болады 1-ге. n-іміз сонда 9-ға тең, себебі 9-9-ға бөлсек бізде 1 шығады, я. Жүк машина сандық мәнін 9 болды, 9 тауып аламыз, А жауабы, және оның квадратын есептеңіз дейді. 9-ның квадраты бізде 81. Демек жауабы F. Көрдіңіздер ме, егер сіздер пропорцияны білсеңіздер, сіздер математика сауаттылықтан да, математикадан да жоғарғы балл алуға мүмкіндіктеріңіз бар.